Құрметті әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, бүгін енді біздің ауданымызда облыс әкімінің грантына байланысты тоқталып өткім келіп отыр. Енді өткен жылдағыдай бізге де жылда облыс әкімінің гранты бөлінеді. Биылғы жылы біздің ауданға 9 грант бөлініп отыр. Атап айтқанда Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне орыс тілі мен әдебиетіне біреу, мал шаруашылығы 1 грант, азық-түлік өнімдерінің өндірісі 1 грант, Қазақ ұлттық аграрлық университетіне ветеринариялық медицина бойынша 2 грант, Нұр-Мүбарак университетіне дінтанушы 1, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің жалпы медицина бөліміне 1, Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетіне жалпы медицина 2. Осындай 9 грант бөлініп жатыр. Енді бұл гранттарға құжат тапсыру жалпы 7 тамыздан бастап біз бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желіде жариялаған болатынбыз. Оның санаттары бойынша мен қазір тоқталып өтемін. Енді бұл санаттар біздің Қазалы аудандық әлеуметтік қызмет көмек көрсету, оның мөлшерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасы бекітілген. Бұл қағида аудандық мәслихаттың 21 жылғы 29 сәуірдегі нөмірі 47-ші шешіммен бекітілген болатын. Енді қандай санаттағы біздің ауданның біздің биылғы мектеп бітіруші азаматтар, оқушылар қатыса алады, яғни құжаттар тапсыра алады деген келетін болсақ. Облыс әкімінің гранты колледж және жалпы білім беретін мектептен кейінгі бакалавр академик дәрежесін алу үшін Қызылорда облысының білім басқармасының отбасы үлгісіндегі балалар ауылы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің түлектері, яғни осы мекеменің түлектері келіп тапсыруына болады. Жан басына шыққанда орташа табысы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 3 еселенген мөлшерінен аспайтын отбасынан шыққан, яғни 109.371 теңге. Күнкөріс деңгейі биылғы жылда 36.457 теңге болып бекітілген. Бала кезінде мүгедек балалар, ата-анасының екеуі де зейнеткер болып табылатын балалар, ата-анасының біреуі немесе екеуі де мүгедек болып табылатын балалар, асыраушысынан айырылған балалар, көпбалалы отбасыларынан шыққан балалар, көпбалалы отбасынан шыққан 4 және одан да көп баласы бар азаматтар қатысады. Қандас отбасыларынан шыққан балалар, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Яғни осы категориялар осы гранттың алуға егерлер болып табылады және құжаттар тапсыру мүмкіндіктері бар. Биыл енді жаңа айтып өттім, бұл құжаттар қабылдау біздің аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық қалдықтерін тіркеу бөлімінде жүріп жатыр. 2605 деген телефонымыз бар, жұмыс телефоны. Сектор меңгерушісі Тынбаева Ғазиза деген азамат сектор меңгерушісі қабылдап отыр. Барлық түсініктемені осы тұрғанда біз сол кісіге хабарласып, келіп құжат тапсырып жатқандар бар. Қазір бүгінгі таңда бізде 4 талапкер жалпы медицинаға, 1 талапкер орыс тілі мен әдебиеті мамандығында құжат тапсырып отыр. Комиссия отырысы, бірінші отырысы 20 тамызда болады үстіміздегі жылдың. Яғни оған дейінгі азаматтарымыз осы аудан тұрғындары келіп тапсыру мүмкіндіктері бар. Егер оған кейінгі комиссия отырысынан кейінде біз 24 тамызда тағы комиссия отырысы өткізіледі деп отырмыз. Сол уақыттың аралығында қосымша келіп тапсырған азаматтардың да, балалардың да өз құжаттарын қабылдап комиссия ұсынатын боламыз. Комиссия біздің аудандық, жаңа айтып өттім, біздің аудан әкімшілігі жанынан құрылған комиссия бар. Сол комиссияда құжаттар қаралады және осы санаттарға, мамандықтарға сәйкес келген ғана біздің жаңа оқушыларымыз, балаларымыз сол гранттың иегері болып табылады. Енді бізде осы жаңа атап өткен мамандықтар сәйкес емес те азаматтар хабарласып жатқан жағдайлар бар. Бірақ енді біз бұл мамандықтарға сәйкес келмейтін жағдайда біз түсіндіріп жатырмыз. Яғни комиссия ұсынуға мүмкіндігі бар, енді арқылы комиссия шешеді. Облыста біз
осындай мамандықтар сәйкес келмесе біз жылда қабылдаймыз, бірақ арағатта комиссия шешетін болады. Облыста бізді облыстық комиссия мүмкіндік болып жатқан жағдайда түсіндірме жұмыстарын сол облыстық комиссия арқылы біз алатын боламыз. Енді грант иелерінің тізімі жарияланған, қазір өздеріңіз білесіздер, грант иелерінің тізімі жарияланды. Енді осы ОБТ-дан жоғары балл жинап, мемлекеттік грантқа іліге алмай қалған халықтың осал топтары, мектеп бітіруші балалар жаңа санаттар бойынша құжат тапсыруға мүмкіндіктері бар. Қорытындысы, жалпы енді бұл комиссияның қорытындысы талапкерлердің біз аудан бойынша қанша азамат осы грант иегері болды, енді біз осы тамыздың аяғында, болмаса қыркүйек айының басында хабарлап айтатын боламыз. Ол біздің аудандық баспасөз беттерінде және әлеуметтік желіде хабарланатын болады.